Қайырлы күн балалар. Бүгін біз сіздермен табиғатты пайдаланудың түрлері мен типтерін және тұрақты даму туралы қарастырамыз. Жалпы табиғатты пайдалану дегеніміз не? Әрине адамзат өзінің күнделікті тұрмыстық қажеттілігіне байланысты табиғатты әртүрлі пайдаланады. Яғни табиғатты пайдалану дегеніміз бұл адамның қажеттілігін қанағаттандыруды мақсат тұтатын қоғамдық және өндірістік әрекет болып табылады. Жалпы табиғатты пайдалануға нені жатқызуға болады? Біріншіден, жалпы табиғат ресурстарын өндіру, өңдеу, оларды қайта қалпына келтіру және қайта жаңғырту. Сондай-ақ тіршіліктің табиғат жағдайларын қорғау мен қолдану бұл табиғатты пайдалануға жатады. Сонымен біз сіздермен жалпы табиғатты пайдаланудың бірінші түрлерін жіктеп көрейік. Табиғатты пайдалану түрлері. Табиғатты пайдалану түрлерін біз үлкен екі топқа қарастырамыз екен. Яғни ол біріншіден табиғатты пайдаланудың ұтымды жолы, ұтымды пайдалану. Ал табиғатты ұтымды пайдалану дегеніміз не? Яғни табиғат ресурстарын, табиғат жағдайын ұтымды пайдалануды айтамыз. Сондай-ақ қайта жаңғырту, қалдықтарға екінші рет өмір сыйлау, табиғи орта сапасын сақтау, жақсарту, табиғатты қорғаудың барлығы бұл табиғатты пайдаланудың ұтымды түріне жатады. Ал екінші түрі ол табиғатты ұтымсыз пайдалану. Ал табиғатты ұтымсыз пайдалану деген ол қандай әрекет? Яғни табиғи ресурстық әлеуеттерді сақтауда қамтамасыз етпейтін іс-әрекеттер жүйесін біз ұтымсыз пайдалану деп айтамыз. Яғни табиғат ресурстарын ұтымсыз, орынсыз пайдалану, табиғи ресурстарды шектен тыс пайдалану және табиғи ресурстардың сарқылуы немесе таусылуы, қалдықтардың көп болуы, міне бұның барлығы табиғатты пайдаланудың ұтымсыз түрі деп айтылады. Жалпы еліміз, яғни Қазақстан Республикасы табиғи ресурстық әлеуетке бай деп айтуға болады. Ол барлық өндірістік қажеттіліктерді қамтамасыз еткенімен, оны пайдалануда бізде әртүрлі экологиялық мәселелер туындайды екен. Яғни кен байыту болсын, немесе әртүрлі өндірістік комбинаттар болсын, олар ресурсты өңдегенде табиғатқа өте көптеген қалдықтар қалады екен. Ал енді осы экологиялық жоғары мәселелер қайсы салаларда көп байқалады екен? Әсіресе ол энергетика саласында, көмір өндіруде, металлургия саласында, химия өнеркәсібінде табиғатты пайдаланудың жоғарғы экологиялық мәселелері туындайды екен. Енді табиғатты пайдаланудың біз түрлерімен таныстық. Олар ұтымды, ұтымсыз екен. Енді табиғатты пайдаланудың балалар үш бағыты бар екен. Олар бірінші ортаны ластанудан қорғау. Бұл бағыты ортаны ластанудан қорғау, яғни табиғи ортаны. Екінші бағыты балалар, бұл өзара экологиялық және экономикалық бағыт, яғни экологиялық және экономикалық бағыт екен. Яғни табиғаттағы экономикаға пайдаланамыз деп экологиялық тепе-теңдікті сақтау деген сөз. Және үшінші бұл бағалау бағыт екен. Әрине, кез келген табиғи ресурстың өзіндік бағасы бар. Яғни, бұл табиғатты пайдаланудың экономикалық үш бағыты екен. Және балалар, жалпы табиғатты пайдаланудың әдістері бар екен. Бұл жерде біз әдістерін де қарастырып кетейік. Әдістерің де үш түрі бар екен. Бірінші әдісі ол экономикалық әдіс. Яғни табиғи ресурстарды пайдаланған кезде әртүрлі салықтар, айыппұлдарды қарастыруға болады. Екінші әдіс бұл техникалық әдіс.
яғни кез келген ресурсқа екінші реттік өмір сүрлеу, әртүрлі жаңашыл технологиялар арқылы деген сөз. Үшінші әдіс, балалар, бұл санитарлық гигиеналық әдіс. Санитарлық гигиеналық әдіс. Яғни жалпы табиғи ортаны қоршаған және адам денсаулығын сақтау деп табылады. Яғни балалар, біз сіздермен жалпы табиғатты пайдаланудың екі түрін қарастырдық. Бірінші түрлерін қарастырдық. Екіншіден экономикалық үш бағытын қарастырдық және табиғатты пайдаланудың негізгі үш әдісін қарастырдық. Ал енді біздің тақырыбымызда тұрақты даму деген бар. Ал тұрақты даму дегеніміз не? Жалпы балалар, тұрақты даму деген термин бұл Біріккен ұлттар ұйымының құжаттарында 20 ғасырдың 80 жылдарында пайда болған екен. Бірақ та мемлекетті ғылыми пайдалануы Біріккен ұлттар ұйымының Рио-де-Жанейро қаласында болған 1992 жылғы қоршаған орта және даму конференциясында енген екен. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін осы тұрақты дамуға байланысты әртүрлі халықаралық декларацияларға қол қойылып, әртүрлі іс-шаралар жүргізе бастаған екен. Жалпы тұрақты даму дегеніміз не деп айтатын болсақ, балалар, табиғи ресурс әлеуетін тиімді пайдалану, қоршаған ортаны қайта қалпына келтіру, жаңағы қалдықтарға екінші рет өмір сыйлау және жалпы қоғам мен табиғат арасындағы өзара байланысты қамтамасыз ету болып табылады екен. Жалпы егемендік алғаннан кейін тұрақты даму тұжырымдамасында бізде Қазақстанда 2015-2019-ға дейінгі индустриалды инновациялық даму стратегиясы және экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы қабылданған екен. Ал енді жалпы тұрақты дамуға байланысты, балалар, біз үш түрге бөліп қарастырсақ болады. Немесе оның үш құрамдас бөлігі бар екен. Бірінші құрамдас бөлігі ол экологиялық тұрақты дамудың. Тұрақты экологиялық. Ал бұл негеніміз не? Жалпы табиғи жүйені тұтас қамтамасыз етуді экологиялық тұрақты даму деп айтсақ болады. Екінші, әрине, ол экономикалық тұрақты даму. Экономикалық тұрақты даму бұл шектеулі ресурстарды ұтымды пайдалану, табиғат пен қоғам арасындағы тепе-теңдікті сақтау болып табылады. Үшінші біздің тұрақты дамудың құрамдас бөлігі ол әлеуметтік экономикалық. Ал енді тұрақты дамудың әлеуметтік экономикалық құрамдас бөлігіге нені жатқызуға болады? Әрине, бұл жерде демографиялық процестерді айтсақ болады. Яғни, өмір сүру сапасы, халықтың деңгейі, жұмыссыздық, денсаулық сақтау, білім алу, жеке қауіпсіздік, жалпы азаматтық құқықтықтың барлығы осы тұрақты дамудың әлеуметтік экономикалық түріне жатады екен, құрамдас бөлігіне жатады деп айтсақ болады. Жалпы тұрақты даму терминін жаңа айттық қашан енгенін, және осыған байланысты Қазақстанда көптеген стратегиялық бағдарламалар жүзеге асуда және ол орындалуда. Сонымен жалпы тұрақты даму дегеніміз ол қоршаған орта, экономика және адамзаттың өмір сүруін өзара байланысы бар бір үлкен жүйе деп айтуға болады екен. Міне балалар, жалпы тұрақты дамудағы мақсатын күнделікті әр адам өзі сақтау керек деп айтуға болады. Міне балалар, бүгінгі айтылған тақырыбымыз осы, яғни табиғатты пайдаланудың типтері, түрлері және тұрақты даму. Сабақ түсінікті болса, мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар.